Изгі ойда, изгі юртқа, изгілік қылайық. Түбен Камлылар 35-ші А микрорайонында түзеле тұрған мәшітні тышлауға өз үлішлерін кірте олалар. Фасадының 1 квадрат метрі 12.800 сум екенін есеплеп шығарған білгішлер. Әлігі шығымны бір яки бірінші ғойле бүліше ола. Мүмкінліклерінен шығып. Барлығы 7 миллион сум жетмейділер. Хейрия акциясының нешкәліклері турында олдағы материалда. Түзіліп келеші Оқайын мәшітінде іш құраллары тауышы тынмай. Бина іші әзір диярлік, электр үткәрілген, жылылық жіберілген. Түзіліш Түбен Камлылар ердемі білен олы барыла. Шушы күнлерде Ниет Хейрия фонды да зор бұлышлық көрсеткен. Біз мұнда бұл мәшітте Оқайында сантехника бойынша эшләдек, отопление, водопровод, канализация. Буквально тигалтнада мұнда жылы жібердік. Вот нам да узел бытный полностью автоматизированный. Шлейшая кар был здание азрак живунгач, андары режимында начинаем шлерге остальные отделочные работы. Бір этап түгеллене икенчесіне кірішірге керек. Олдағы план мәшітні тышлау. Фасадның 1 квадрат метрі 12.800 сумға түшәді білгішлер. Әлігі шығымны бір яки бірнеше ғойле бөліш ала. Мүмкінліктерінен шығып, барлығы 7 миллион сум жетмей. Изгі Рамазан айында мәшітні тышлар үшін ақша жию акциясын иғлан етәбіз. Әр бір ғойле 12.800 сум төлеп мәшітнің 1 квадрат метрін тышлауында қатнаша ала. Изгі ішке өз үлішігізіні кіртәсігіз келсе, өзек жәмиғ мәшітіне мүрәжіғат ете аласыз, онда ақша салу үшін мақсус тартма орнаштырылған. Тулырақ мәғлумат білән Түбен Кам мұқтасибәті сайтында да тонышыға бұлам. Есіңізге түшірен мәшіт 35 А микрорайонда тұрғызыла. Үлия Нигматуллина, Фәднис Кадыров, НТР жаңалықтары.